Қазіргі сіздерге бергелі отырған техниканың аты колесо баланса жизни деп аталады. Бұл не үшін керек бізге? Мысалға, сіз қаланың бір шетінде тұрсыз, және белгілі бір сіз бұрын барып көрмеген бір жерге бару үшін сіз мысалға қай қалада болсаңыз да тугисті қолданасыз, картаны. Тугисті қолданған кезде сіз бірінші дәл қазіргі орныңызды, точкаңызды анықтайсыз, одан кейін барғыңыз келіп тұрған жерді нақты белгілейсіз. Тура сол сияқты сіздің дәл қазіргі бұл колесо баланса жизни сіздің орныңызда, яғни тугис ретінде сізге жеткіңіз келетін бұл точкаға қалай жету керек, дәл соны анықтап көрсетіп беретін техника. Мен Жамико, психосоматологпын. Дәл қазіргі таңда негізгі мамандығым дәрігер-педиатр. Декреттік демалыста отырғандықтан осы сала менің бір жүрегіме ұнады. Сол себепті осы салаға қызығушылығым артып, терең іздей бастадым. Мен де дәл 2 жыл бұрын сондай бір декретте отырған, баласы беймаз, бүткіл ашуын балаларына срываться етіп қоя беретін, айналасындағы адамдардың барлығына раздражаться ете береді, ештеңке жақпайды, энергия жоқ, шаршап, бір үйдің өзін әрең жинайтын, тоже сен сияқты әйел едім. Бір күні сондай бір момент болды. Мен де түсіндім, что адамдардың барлық жауапкершілікті өзің алмайынша сенге өміріңді біреуге өзгертіп бермейтін деген түсіндім. Осыны көріп отырған құрбым өзіңе 1 сағат уақытыңды арнап, 1 сағат қана уақытыңды арнап, осы тапсырманы орындап, менімен бірге арғы қарай қадамдарыңды нықтасаң болады. Сол себепті дәл осы сабақты соңына дейін қарап, кодовый словоны айтып, сол кодовый словоны маған дайретке жазсаң, мен саған разборды тегін сыйлаймын. Өмірімізде жалпы біздің 8 маңызды сферамыз бар. Оларды атап өтсек, денсаулық, руханият, қаржы табысымыз, қарым-қатынасымыз, айналамызбен, қоғаммен байланысымыз, миссиямыз, өмірлік ісіміз, содан кейін тұлғалық дамуымыз және өміріміздің жарқындығы, яғни яркость жизни деп аталамыз. Осы 8 сфераны біз үнемі баланста ұстауға тырысқан кезде, бізде барлық жағынан жетістікке бірдей жетеміз. Сол себепті ең бірінші, бұл колесо баланса жизни негізі интернетте де толып тұр, өзіңізде орындасаңыз болады, бірақ неге адамдар өздігінен бұл техниканы орындайды? Себебі ары қарай ішкі кухнясын дұрыс түсінбейді. Осы точкамызды анықтап алайық. Ең бірінші маңызды сферамыз жазамыз. Мысалға денсаулық. Денсаулық сферасын сіз 1-ден 10 балға дейін қанша балмен өзіңізге баға берер едіңіз? Мен есептейтін болсам, мысалға денсаулығымда менде дәл қазір анемия бар, мысалға опущение бар десек болады, варикозым бар. Осылар менің қатты жанымды мазалап жүр. Осы денсаулығыма байланысты ауруларды емдегім келеді. Сол себепті мен енді 1-ден 10-ға дейінгі балмен бағалайтын болсам, дәл қазір осы 3 ауруды есептеген кезде енді толық денім сау деп айта алмаймын. Сол себепті мен қазір өзіме бір 4 деген балмен бағалай аламын. Сол сияқты сіздерде осының барлығын бояп шығасыздар. Осы видеоның астында сіздерге схема беріледі. Соны электронды шығарып алып, осылай кез келген ручкамен немесе түрлі түсті карандаштармен боясаңыз болады. Екінші біздің сферамыз ол руханият. Руханият мысалға көбіміз білеміз, салауат зікір айтып жүреміз, намаз оқымасақ та. Сол айтып жүрген салауат зікіріңізді күнделікті қаншалықты тұрақты жасайсыз, немесе садақаны қаншалықты тұрақты бересіз, немесе намаз оқысаңыз қаншалықты уақытылы оқып жүрсіз. Сол бойынша баға бересіз. Келесі қарым-қатынас. Қарым-қатынаста сізде мысалға дәл қазір күйеуіңізбен отношениеңіз онша емес, немесе балаларыңызға дұрыс көңіл бөле алмай жатқаныңыз үшін өзіңізді кінәлі сезініп жүрсіз, срываться етіп қоя бересіз деген сияқты. Енеңізбен может әлі дұрыс тіл табыса алмайтын шығарсыздар, көп түсініспеушіліктер болатын шығар. Тура сол сияқты сізде қарым-қатынасыңызды қанша балмен бағалайсыз, соны бояп шығасыз. Келесі бізде миссия. Жай сөзбен айтқанда, әр адамның бір өзінің бір өмірлік сүйікті ісі болады. Яғни сол сенің миссияңды дұрыс атқарып жүрсің ба? Мысалға, менің миссиям, мен психосоматолог ретінде, яғни әйел адамдарға өзінің дамуына, өздерін тануына, қарым-қатынасын реттеуге, денсаулығы бойынша, өздерінің сүйікті ісі бойынша реализация жасауына мен көмектесемін. Яғни мен қазір осы миссиямды орындап жүрмін, бірақ миссиямды қаншалықты дұрыс орындап атқарып жүрмін? Ойдағыдай атқарып жүрмін ба, әлде ақсап тұрмын ба? Сол бойынша миссиямды атқарып жүрген миссиямды сол бойынша баға беріп кетемін. Мүмкін сіз әлі сүйіктісіңізді таппаған шығарсыз. Может, ол мамандығыңыз болуы мүмкін. Мысалға, сіз мұғалімсіз. Мұғалімдік қызметіңіз арқылы сіз мысалға балаларға оқу білім беріп жатсыз. Яғни ол біліміңізді, оқу білімді балаларға қаншалықты жүрекпен орындап жатсыз. Просто так айлығыңызды алып жатырмын, соны жасайын деген мақсатта ма?
жоқ әлде шын мәнінде беріліп шын жан тәніңізбен сол сабақтарыңызды қызықтырып оқытып жасап жүрсіз ба? Тура сол сияқты мысалға дәрігер болсаңыз қаншалықты приемда отырып просто адамдарға жаңағыдай рецепт жазып беріп жатсыз ба? Жоқ әлде шынымен де адамдарға кірісіп ол адамның жан дүниесіне кіріп ол адамға тек қана былай рецепт жазып беру емес, шын мәнінде жылы сөздеріңізді айтып ары қарай жанын емдеуге тырысып жатсыз ба? Сол адамның ситуациясына кіріп оған бір бағыт бағдар беріп жатсыз ба? Осы миссия деген, яғни сен ісіңді қаншалықты сапалы атқарып жатсың деген сөз. Осыған орай қалай өзіңізді бағалайсыз, соны белгілей кетіңіз. Енді келесі бізде қаржы, табыс. Яғни дәл қазір сіз мысалға бір рет рассрочкаға кіріп, қарызға кіріп, минуста жүрсіз бе? Жоқ әлде табысыңыз ешқандай қарызда емес, бірақ табысыңызды еселегіңіз келе ма? Яғни қаржыңыз қаншалықты сізді қанағаттандырады? Вот сол сфераңызды жазсаңыз болады. Яғни мысалы сіз қарызда болсаңыз, қазір явно сіз 5-6 деген балмен белгілей алмайсыз. 3-2 деген сияқты белгілеп кете аласыз. Енді келесі тұлғалық даму. Тұлғалық даму деген, жалпы даму деген адам үшін бір кітап оқу, тек қана бір курс оқу емес, ол адамның кәдімгідей бір өз-өзін тани бастауы, өзінің күнделікті бір инсайт келіп, өзіне бір үңіле бастауы, адамдардың бір белгілі бір жаңағы әрекеттер арқылы немесе біреудің өмірі арқылы өзіңіз не түйсіндіңіз, одан бөлек жаңағы өзіңіздің даму жолыңызда өзіңізге пайдалы, мысалға бала тәрбиесі қатты жаныңыз мазалай ма? Бала тәрбиесі туралы не істеп жатсың қазір? Курс алып жатсың ба? Сондай бала тәрбиесі мамандарынан курс алып соны оқып кәдімгідей соған кірісіп жатсың ба? Немесе дұрыс тамақтану жөнінде жаңағы мысалға біз қазір білеміз ғой пістемайдың қаншалықты бізге зиян екенін. Вот сол пістемайды зиян емес, дұрыс тамақтануға байланысты білім ізденіп жатсың ба? Болмаса хотя бы бір Гуглдан ізденіп жатсың ба? Тура сол сияқты қаншалықты сен тұлғалық дамуыңа, яғни өзіңе фокусты қаншалықты бұрып жатсың, вот сол бойынша жазамыз. Келесі ол бізде қоршаған орта, қоғаммен байланыс. Яғни қоршаған орта, қоғаммен байланысымыз, яғни біздің ол айналамыздағы адамдарымыз. Ол мысалға сен достарың сенен көмек сұрап келген кезде қаншалықты достарыңа пайдалы болып жатсың, көршілеріңмен қарым-қатынасың қалай, оларға бір керек кезінде көмегіңді беріп тұрсың ба, немесе жалпы жақындарыңа сен қаншалықты көмектесіп жатсың. Не обязательно ол бір ақшалай жөнінде. Мысалға бір попросить етеді ол сенің қолыңнан келетін істі. Вот солай қоғаммен айналадағы адамдарға қаншалықты сен пайдалы болып жатсың. Сол сфераңызды жаңағы белгілесеңіз болады. Одан кейін соңғысы ол біздің өмірдің жарқындығы деп айтамыз. Яғни ол, мен осылай есептеймін, сен қаншалықты демаласың. Қаншалықты өзіңе демалуға, мысалға әйел адамдар біз нені қалаймыз? Тыныштықта, мысалға өзіңе даже ұйқыңның дұрыс болуы, 6-8 сағат күніне тұрақты кәдімгідей уақыт бөліп өзіңе бір дисциплина арнап жатсың ба? Жаңағыдай қаншалықты сен бір развлекательный центрларға барып, мысалға бала шағаңмен деген сияқты бір ойнап, болмаса бір сырттан өзінің қалап жүрген бір тамағыңды ішіп деген сияқты, немесе күйеуіңмен бір киноға барып, көп қой біз енді яркость жизни деген не обязательно сразу бір керемет шетелге саяхаттап кету деген сияқты емес. Әрине оның ішіне саяхат та кіреді, оның ішіне сенің бір өзіңнің жүрегіңе қалап жүрген бір дәмді тамағыңды жеу, өзіңнің жүрегің қалап жүрген мысалға бір спаға барғың келіп жатыр, немесе бір салонға барғың келіп жатыр. Вот осының барлығы сенің өміріңнің жарқындығы, өйткені ол саған бір демалыс сыйлап жатыр. Осылай 8 сферамыздың барлығын жазып шығамыз, баға беріп шығамыз. Дәл енді осы видеоны стоп қойып, осыны жаңағы бояп шығыңыз. Енді бояп шықтық. Менікі мысалға осындай болып шықты. Көрініп тұрса, осылай. Яғни менде дәл қазір ақсап тұр екен. Денсаулығым мен қаржы жағдайым менің қазір ақсап тұр. 3 балмен 4 балмен белгілеппін. Бұны белгілеп қойдық. Ары қарай қалай әрекет жасаймыз? Мысалға менде қазір денсаулық жағынан бағана айтып кеттім, анемия, варикоз, опущение деген сияқты аурулар қатты жанымды мазалап жүр. Енді бұны мен жүре бермеймін ғой, я ауырып жатырмын деп жауапкершілік алып, ересек адамдарша ары қарай бұған әрекет жасауым керек. Не істеймін? Элементарно бірінші анемияны қарастыратын болсақ, анемияны емдеу үшін чекап, яғни анализдер тапсырамын. Қарапайым анализдер, поликлиникама барып, общий анализ крови, биохимия деген сияқты өзіме керек анализдер тапсырамын. Бірінші қадам осы. Ол үшін не істеймін? Ең бірінші қадам ол әрине бірінші анализ тапсыруға жазыламын. То есть өзіме дайындаймын. Ертеңгі азанға анализ тапсыруға мен дайындаламын. Осы анемияның қарапайым ережесі, яғни ары қарай дәрігерге көрінесің, солайынан өзіңе лечение алып емдейсің. Келесі опущение, например,
обучение менде қатты мазалайды. Мысалы енді 4 баладан кейін оңай емес. Сол себепті мысалы курстар алып маған невыгодно. Онлайн курстарды алып жаттығу жасаған, оны мысалға жасай алмай біреу көрсетпесе. Тура сол сияқты офлайн тренерді іздеп бастаймын. Инстаграмға кіремін, немесе подругаларымнан сұраймын, барып жүрген, хабары бар сол сферадан. Сөйтіп сұрастырамын. Дәл менің қаламда, Шымкент қаласында қандай тренерлер бар жақсы. Соны сұрастырамын, зерттеймін. Содан кейін дәл қазір соны WhatsApp-тан просто прайсын сұраймын. Так, бағасы қанша болады? Ол қалай жүзеге асады? Содан кейін өзім ойластырамын. Так, маған келе ме ол? Қалай барсам болады? Осы обеда барам ба деген сияқты. Солайдан бір белгілі бір күнін, яғни келесі айға соны жоспарлаймын. Ұзаққа созбаймын. Сол үшін келесі айға осынша бір уақытты өзіме промежутокта осы тренерге барамын деп өзіме белгілеймін. Сен миыңа точно берген кезде уже сен сол нәрсеге ақшаны дайындап бастайсың. Енді үшінші варикоз делік. Например, варикозға мен дәл қазір не істеймін? Мысалы, флеболог маманына барып жазыламын консультациясына. Немесе дәл қазір оған баруға қазір менде мүмкіндік болмай тұрса, просто флеболог алдыңғы мысалға мен бардым ғой флебологқа. Ол кезде маған кардиомагнил жазып берді. Сол кардиомагнилді жазамын, ішемін уақытылы күніге кешкі сағат 8-де. И жаңағы арнайы варикоздың чулки бар, соны күнделікті тұрақты киіп жүремін. Дәл осылайша біздің өзімізге просто қарапайым осындай бұл нәрсені мысалға білмей отқан жоқсыздар ғой, білесіздер. Просто біздің миымызға осы жетіспей тұр да, нақтылық жетіспей тұр. Осы қарапайым үлкен қадамдарды кішкентай қадамдарға бөлеміз. Сонда ғана жетеміз. Біз бірден үлкен қадамға бірден аттап кетпейміз. Рухани тақырыбында, например, мысалға намазым бірде бар, бірде жоқ, ұйықтап қала беремін деген сияқты. Ол үшін не істеймін? Таң намазға тұру үшін түнде ерте жатуға тырысамын. Сол сияқты әрқайсымыз жаңағы салауат зикір біз үшін көп кетіп жатыр ма? Оны азайтуға тырысамын, бірақ аз-аздан тұрақты жасауға тырысамын деген сияқты. Солайынан осы 8 сфераңызға өзіңіз не істей аласыз? Сол бүткіл сіз үшін мүмкін емес, бұл үлкен болып тұрған нәрсені кішкентай қадамдарға бөліп тастаймыз. Бұл колесо баланса жизнидің негізгі мақсаты осы. Дәл бұл техниканы негізі 3 айға арналады. Каждый 3 ай сайын осы колесо баланса жизни бір идеальность қажет жоқ, бірақ жалпы қағазға алып жасап тұрсаңыз болады. Енді осы видео ұнаған болса, менімен дәл осы техниканы менімен бірге орындарыңыз келсе, колесо деген сөзді дайректке жазыңыз. Менімен бірге арғы қарай қадамдарыңды нықтасаң болады.